Сәлем достар, бүгін менің бірінші влогым. Алдындағы ютубтағы влогтар тек қоғамдық жағдайларға байланысты шыққан влогтар болған. Ал енді мен неліктен 366 күн жүгіргенге шешім қабылдадым, соны айта кетейін. Осы 366 күн бойы мен ең біріншіден өзіме тәртіп орналастырам, және де 366 күн бойы таңертең ерте тұрып жүрем. Яғни режимнің бәрін ауыстырам. Толықтай ауыстырам деген сөз, тамақ ішу деген сияқты тағы да басқа. Сондықтан мен осындай шешім қабылдаған болатын, және де ең бастысы мен өзіме осы 366 күн бойы жүгіре алады екенімді, осындай өзімді бір тәртіп жүйесіне келтіре алады екенімді дәлелдегім келеді. Қазір 42-ші күнде міне келіп жетті. Ал алдыда менің жүгіргенімді тағы көргіңіз келсеңіз, онда менің инста парақшама өтіңіз. Сол жерде мен күнде таңертең жүгіремін, және де өзімнің инсайттарыммен бөлісіп отырамын. Осы жүгіруде 366 күн бойы мен 2-3-4 километр жүгіремін де, одан кейін турникке және де брусьяға 4-4 подходтан өзім тартыламын. Және де осы жүгіргенімнің тағы бір маңызды басты себептерінің бірі ол уақыттың үнемділігі, және де таңертең күні бойы тұрып энергияның молдығы болғандықтан. Сондықтан жүгіруге барлығыңызды шақырам. Ал алдағы минуттарда сіз осы жүгірудің денсаулыққа пайдасын, немесе тағы да басқа осы адамның өміріндегі пайдасын көре аласыздар. Жүгіруге 7 себеп. Бірінші себебі денсаулығың үшін жүгірудің пайдасы. Жүгіру өз ағзасын оттегімен зарядтаудың және денсаулығын қалпына келтірудің ең тиімді және керемет тәсілдерінің бірі болып саналады. Жүгіру жаттығулары жүрек пен қан тамырларға өте жақсы әсер етеді. Өкпе обырының даму ықтималдылығы азаяды. Жалпы адам денесінде обыр жасушаларының дамуы төмендейді. Жүгіру кезінде жүрек дененің барлық органдарына қан жинай бастайды. Соның арқасында қан тамырларында барлық шлактарды жинай алмайды. Жүгіру кезінде физикалық жүктеме буындарға да әсер етеді. Олар мықты және аз ауруларға ұшырайды. Сонымен қатар жүгірудің дұрыс техникасы бойынша барлық көрсеткіштерді сақтау керек. Ал олар аз емес. Екінші себебі күн бойы қуат пен сергектік заряды. Жүгірумен әуестенетін адамдар оны өмірлік энергияның даусыз көзі деп санайды. Себебі бұлшықеттер мен ағзадағы барлық органдар оттегімен қанығады. Бұл саған энергия береді. Жүгіруден кейін мен өзімді әлдеқайда жақсы сезінемін. Жаңа қуат күші пайда болады. Мұндай сезім кейін мені осы уақыт бойы сау және күшті болуға септігін тигізуде. Сондықтан жұмыс күнінің алдында таңғы жүгірулер танымал. Бұл таңнан кейін тіпті тауды бағындырғыңыз келеді. Үшінші себебі жүгіру жақсы көңіл күйдің көзі. Сенің көңіл күйің сенің ара қашықтығына сай көтеріледі. Ұзақ жүгіру кезінде екінші тыныс ашылады. 30 минут жүгіргеннен кейін сен өзін адам ретінде сезінесің. Сен өзіңді шектеп қойған күдіктен артық сезінесің. Жүгіру кезінде саған дұрыс және оң ойлар келеді. Сондай-ақ спортпен шұғылдану кезінде қандағы эндорфиндер деңгейі жоғарылайды. Олар жақсы көңіл күй үшін жауап береді. Менің ойымша тікелей заңдылық. Егер жақсы көңіл күйді қаласаң, жүгір. Ал тұрақты жүгіруден бір апта өткеннен кейін денеңіздегі және таразылардағы өзгерісті көресіз. Көңіл күй одан да көтеріледі. Төртінші себебі мидың жұмыс қабілеттілігі. Кез келген физикалық жүктеме, соның ішінде жүгіру мидың жұмыс қабілеттілігін жақсартады. Сенің есің жақсырақ болады. Жүгіру кезінде шешілмеген мәселелердің шешімі келеді. Онда тыныш жүгіруге болады және еш нәрсе туралы ойланбаймыз. Тек бір рет көріңіз. Бесінші себебі сіз төзімді боласыз. Жүгіру кезінде сенің төзімділігің өте тиімді. Сен үнемі өз жүгіргеніңді барлық органдарға қан қысуға мәжбүр етесің. Өкпең үздіксіз жұмыс істейді және сол арқылы дене күшін өсіру үшін әлеует жасайды. Күн сайын жүгіруге километрлер мен минуттарды қосып, жаңа қашықтықтарды еңсере отырып және уақыт бойынша тездете отырып, саған бәрі жеңіл әрі оңай болады. Жүгіру және залда гантельдерді көтеру, 9-шы қабатқа дейін баспалдақпен көтерілу жеңіл жаттығу болып көрінеді. Алтыншы себебі өмір сапасы артады. Қазір үлкен қалалардың қарқынында біз өзімізді жоғалтамыз. Бізді стресстер жаулап алып,
Өмір осындай тәтті және жағымды болып көрінбейді. Депрессиядан аулақ болу үшін адамдар өзіне жаңа сабақтар немесе қарым-қатынастың жаңа шеңберін табады. Бірақ бұл оңай емес. Жүгіру өте танымал болды. Бұл жүгірушілердің бүкіл қоғамдастықтары, қызығушылықтары бойынша клубтар және тағы да басқа пайда болды. Сен өз қалаңда олардың кез келгеніне оңай жазыла аласың және пікірлестермен бірге жүгіре аласың. Және де жетінші себеп – ол тәртіп. Ол саған бұрыннан жетіспеген болатын. Диваннан көтерілмеу және өз өміріңді шектеуді бастау – бұл сені тоқтататын нәрсе. Бұл өзіңмен жұмыс істеу, жалқаулықпен жұмыс істеу. Бірақ сіз оны жасай аласыз. Егер сіз түсінсеңіз, сіздің өміріңіз қаншалықты қатты өзгеруі мүмкін екеніне сенімді боласыз. Бір ай жүгіре отырып, сен таңертең тұруға, өзіңді және өз нәпсіңді жеңуге үйренесің. Жаңа жеңістер мен жеңілістер жұмыста және жеке өмірде нәтижеге қол жеткізе алады. Енді сіз жүгіруді бастау үшін 7 себепті естідіңіз. Бұл жағымды процесті кейінге қалдырмаңыз, бүгін бастаңыз. Сіз өміріңіздің қаншалықты сапалы болатынын өте тез байқайсыз. Сізге жаңа мүдделер келіп, жаңа мақсаттар пайда болады. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше, достар.